Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен тефтели сұрпасын дайындаймыз. Өте дәмді әрі жеңіл кешкі ас мәзірінің бірі. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен тефтелиді дайындаймыз. Ыдысымызға тартылған ет салып, бір жұмыртқа қосып, уақтап турап пияз салып, күрішін салып, тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді домалақтап біркелкі формада тефтелиді жасап қоямыз. Картопымызды үлкендеу етіп кесеміз. Кейін пиязды турап аламыз. Болгар бұрышында көбік қылып кесіп қоямыз. Ал сәбізді үккіштің үлкенінен өткізіп дайындап қоямыз. Енді табамызға май құйып, қыздырып, үстіне пияз салып, қызарғанша қуырып, кейін болгар бұрышын, сәбізді салып, томат пастасын салып, жақсылап қуырып аламыз. Қайнаған су құйып, үстіне картопын салып, бетін жауып, бір қайнатып алып, кейін тефтелиді саламыз. Дәміне қарай тұз, приправа саламыз. Орташа отта пісіреміз. Бетіне аз көк сепсеңіздер болады. Мінекей, тефтели сұрпамыз дайын. Өте керемет болып шықты. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.